Жаныбек қалай? Жақсы. Жақсы. Шақырамыз ба? Ендеше Жаныбек, келіңіз. Келдіңіз, Жаныбек, жайғасыңыз. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Жақсысыз ғой бәрі дұрыс па? Анаңыз қалай? Рахмет, Алла шүкір, жақсы. Кішкене сондай нелер болып қалды, соңғы 3 күн ба? 3-4 күн. Ол кісіге ота жасалды, кеше жасады. Бүгін енді шүкір жақсы көңіл күйдемін, себебі бүгін оқысын реанимациядан шығарып, бүгін өзім. Әрине. Ой, сіз құрғылы келмейсіз енді. Ал кімге? Енді бұйырса берекелі ай, міне сәл қалды, Рамазан айы. Мынау Нұрай айтам ғой, өзі бөлек деп табиғи ғой деп, табиғи өнімдер, сүт өнімдерін алып келдім. Ой, жарайсыз. Осымен бұйырса, Алла қаласа сәресін ашады. Айнұрға құдай өз кеш келе қойш. Өткенде бере аман кішкене ауырғыштап тұр екен. Досым ғой, өмірдегі досым, бала кездегі досым. Оразан. Ой, жарайсыз. Осыған мұнау енді мына жерде тәттілер бар. Онан мына чемпион шаймен біздің қатысушылармен ішесіз, ішінде және де табиғи өнім. Енді айттыңыз ғой, міндетті түрде қатысушылар барлығымыз бөлісіп шай ішетін боламыз. Рахмет, негізі анана шипасын берсін, және де бір айтсайын кішігірім өте күшті бала, өте күшті жігіт. Біз кішкентайымыздан доспыз да, бұрын осай ауыз ашар постоянно бірге жасап, сондай бір күшті моменттер. Білмеймін енді, жүзі жарқын, ешқандай бір зиянды әрекеттері жоқ. Нұрай алдында мен болмай қалдында эфирді, кәдімдей сабап жатыр, Жәнібекті аяп кетті, негізі алтындай жігіт, бұндай жігітті жібермеу керек деп ойлаймын, ақыл болса. Қалай болып жатыр негізі? Кездесу болды ма? Фото, видеолар бар ма сіздерде? Фото, видео жоқ. Өткен эфир шыны керек андай бір қатты бір эмоция беріліп кетті. Менде де өзім ұстай алмай кеттім, ашуланып кеттім. Андай бәрі өзі сынақ дейма, бірінің артынан бірін келеді ғой. Тура сол күні өзі менде анамды да сол күні неге апардық, больницаға апардық. Сөйтіп мұнда келдім, кішкене көңіл күй болмады. Сөйтіп бәрі жиналып та сол күймен кетіп қалғам ғой мен. Сол күймен кетіп қалдым. Сөйтіп эфирден кейін екеуміз бірге қайттық. Бір ұрысып алдық та, сонымен андай өзінің күшті несі бар, күліп алдай салады. Сонымен сол күйі енді ғана көрісіп тұрдық қой, шыны керек. Одан кейін енді көрістік. Біраз ойландым, жан жақтан маған, одан кейін анадан кейін шыны керек туған туыстарым бәрі шығып кетті ғой. Бірінші эфирде олай болмап еді, мен бірінші эфирде бәрі дұрыс дедің, енді нақты қадым. Одан кейін сен дұрыс қадам жасадың ба шынымен де, жартанда оңай емес, сен дұрыс деп жатсың ба деп. Ол енді осы 3 күнде Нұрайға неттім ғой. Еркемай деп еркелетесіз бе? Жоқ, Нұрайға. Басқа қыз ба? Досым бар, классасым бар. Ана өзінің қызын всегда еркелетеді қасында, еркемай деймін, аузынан шығып. Досыңыз өзінің қызын айтады ма? Иә, сол аузынан шығып кетті, сол 3 күн бойы сол менің қасымда жүрді, шыны керек. Сізді тыңдағым келіп тұр, бірақ бір өзім ыңғайсызданып тұрмын, жаңа құрметті көрермен, ұмытып кетіппіз. Зарина ағаның қолдаушыларынан деп сыйлық келген кезде Альмира ханым екеумізге мына жерде сыйлық келген болатын. Мен оқи кетейін, хат жолдаған екенсіздер. Жазыпты бұл жерде: дорогая Балауса ханым, пусть священный месяц Рамадан принесет в ваш дом достаток, счастье, благополучие и согласие. Пусть в семье царит спокойствие и благополучие. Пусть воздастся вам за все ваши добрые дела. Ля ханым, сізге үлкен рахмет. Шынымен де сыйлығыңызды көрдім, жаңа ғана қуанып тұрмын. Және де Альмира ханымға да жазып жолдапты: уважаемая Альмира ханым, дай Аллах вам здоровья и долгой счастливой жизни, мир вам и вашим родным и близким. Пусть в вашем доме будет приятный уют, желанный комфорт, хороший достаток и стабильное благополучие. Алғыз сосы келе жатқан қасиетті айда сіздің де барлық армандарыңыз орындалсын. Үлкен рахмет. Тыңдап тұрмыз. Енді ана эфирде көп хит кетіп қалды ғой енді маған. Мен мына жерде енді Жәнібек мырза мен жақтап жатса, мен оны сөйтіп енді мен ол жерде негізі ешқандай өтірік қоспай айттым да, шындық болған нәрселерді айттым. Сол эфирден кейін осы жерде айып етпеңіз деп кешірім сұрадым ғой, шыққаннан кейін.
бұл кісі айтады да маған, сен неге өйтіп мен сені қорғап жатсам, сен мені көміп жатсың ғой дегендей қылып айтып жатыр да. Айтады да, сен енді эфирде білмеймін дейді да, андай басқаша өзгеріп кетесің дейді да. Сонымен екеуміз сәл тағы да сөзге келіспей қалғанымыз бар да, машинада. Одан кейін барлығын шешіп, енді шешіп алдық негізі, барлығын сөйлесіп, одан кейін тамақ ішіп қайтқанымыз бар. Одан кейін жолға алмадық, өйткені бұл кісінің анасы ауруханаға түсіп қалыпты. Сол себепті жолға алмадық. Енді анасының қасында болды 2 күндей. Содан кейін енді көрісіп тұрық негізі. Кеше жолғамыз ба деп ойлағанбыз, бірақ бұл кісі тойда болып қалды да. Асаба ғой. Тойда болғандықтан кеше де жолға алмай қалдық. Сонымен сөйлесіп, шешіп, сонымен бүгін келгені бар. Сонда араларыңыздағы түсініспестіктер, ол сәттердің барлығын сөйлестіңіздер, білістіңіздер ғой? Толықтай ашып сөйлесті деп айта алмаймыз, бірақ бір шешімге келдік, дұрыс шешімге. Енді мен айтқан себебім, өйткені біз кездестік қой, мен қасымда енді менде жас айырмашылық болғаннан кейін кішкене бір ашық сөйлесейінші, бір көңілді, позитив жағынан көп істеймін да. И ол да сөйтіп қабылдайды. Сол кейін бір кейде өз еркелеп қалады да. Сол образды көріп, мына жерде шынайы ашылып кеткеннен кейін өзімде таңғалып қалдым, мен не істедім деген сияқты, дұрыс емес жазыппын ғой, шыны керек деп. Одан кейін қазір строго күнді жазамын ғой. Еще бұл кісінің тарапынан анасы айтыпты да, енді сен нақты дұрыс қадам жасадың ба дегендей қылып айтқан екен да. Қыздың ертең обалына қалып қалма дегендей нәрселер айтыпты. Енді отбасының барлығы, енді мен мына жерде келгелі бері енді ойбай, мені барлығы не істеп жатыр ғой, хейттің астындамын ғой, қазір былай қарағанда көп. Одан кейін барлық отбасы жазып жатыр екен да, ойбай, нағыз сен шашыңды жұлады, нағыз мінезі ауыр, нағыз сен сондай деп айтады екен да. Отбасы жағынан сонымен сұрастырғым ғой, енді анаңызға айтып келдіңіз ба, менің полностью маған келе жатқаныңызды деп. Соның анасының тарапынан сондай болыпты. Содан кейін былай айтып жүрген екен да, ана кездегі эфирді келген кезде, бүгін шешіп кел нақтысын деп айтып жіберіпті да. Немесе осы қызбен до конца кететін болсаң кет, немесе тоқтататын болсаң тоқтатып кел деген деп айтқан екен. Анаңыз қарсылық танытып жатыр ма сонда? Енді екі тарапқа бөлінді ғой, шыны керек. Жақсы айтатындар. Енді мен ойлаймын, олардың кез келген адам сөйтіп айтады, пікір. Енді ақыл айту көбінде оңай ғой. Бірақ шешімін ол менде. Надан кейін сөйтіп ойлады, мен бірақ енді көбіне жеткіздім. Мен достарым түсінді. Себебі эфирден кейін мен Нұраға айтқан болатын, досымның әйелім туған күні болды, және гендерпати дейма, сондай болды. Сол соған бардым, содан кейін сол жерде ұзақ сөйлестік. Маған да айтты, Жәнібек, саған үлкен не болады қазір, сен жаңан саған хейт деп айтады, бұлай деп айтады, сен нақты шешімге келдің ба, көріп тұрсың, мінезі қандай. Мен айтам, мінез бәрінде бар, менде де бар, мына жақта отырған бәрінде бар. Бірақ адам жақсы көрсе, үйренсе, мінезді өзде басылады. Мен сөйтіп ойлаймын, өйткені қыз баласы ол нәзік жан ғой. Содан адам жақсы көріп тұрса өзгеретін шығар деп ойлаймын. Мен нақты шешім, мен дайынмын негізі кез келген дүниеге. Енді жаста кіші емес, ақыл тоқтаттық. Сондықтан мен нақты қадамын білемін өзім. Қайда келгенде, не үшін. Сәл аяқ тартып қалған секілдімін деп ойлаймын да, сол әңгімеден кейін. Бірақ ары қарай артын жауып кетіп жатыр да ол сөздің ше. Бірақ оның түптерінде көп нәрсе жатыр да, былай ойланатын болсам. Сол нәрседен кейін сәл біртүрлі болып қалған бар негізі. Яғни осындай әңгіме айтылған болып тұр ғой анаңызбен арада. Негізі Нұра екеуміз сөйлескенбіз сол жайында, бірақ сол жерде қалсын, жабылсын деп айтқан болатын. Негізі ең біріншісінде мен барған кезде айттым, ешкімге ескертпей бардым. Сол уақыт аралығында енді анаммен, үйдегілермен мен сөйлестім. Сол кезде анам айтқан болатын, сен қайда бара жатқанды білесің ба? Әрбір ата-ана, әрине біз қалаймыз дейді, құдаласқанды, құда болғанымызды, бірақ ол қыздың тағдырына сен ойнап жатқан жоқсың ба дейді, тағдырына тағы да балта шауып алма, аманатқа қиянат істеме деп айтқан болатын. Уайымдамаңыздар, мен не үшін бара жатқанын білемін. Ол нәрсені менде қайта-қайта жара қылдырып қозғай бергім де келмейді. Енді біреудің тағдырымен ойнайтында да ондай адам емеспіз ғой енді. Сол кезде сөйтіп айтып, сол нәрсемен тоқталған. Бірақ содан кейін тағы да сөйлесеміз деп
анандай ситуация болып қалды да, енді мен аяқ асты ол кісі экстренныймен жатты да, сондай тема сол жерде жабылып қалды. Бірақ мен ол кезде түсіндіргенмін анама, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз, жақсы деп ол кісі айтқан болатын. Болды, қайда бара жатқанды, не істеп бара жатқанды білсем болды, тағдырмен ойнама деп сол кісі маған айтқан болды. Ол кісілердің тарапынан бір қатты ешқандай болған жоқ негізі. Балауса ханым, осы жерде мен айта кетейінші, жалпы қазір мен айта салайын. Жалпы енді ата-ана қарсылығы болып жатыр деп айтып жатыр ғой. Негізі иә, екі тарапты да мен қатты бүйтіп қолдап ондай айтқым келіп отқан жоқ та. Бірақ та мен қазіргі көріп отқан нәрсем, мысалға Жәнібектің ата-анасының бірден бір қарсылығының бірі ол Нұрайдың өзін эфирда көрсетуінің бір минустарының бірі да, себебі халықтың алдында отыр. Енді жаман ата-ана болмайды ғой. Өзінің баласының танысында жүрген қызы болсын, жүріп жүрген қызы болсын, қызының жігіті болсын, бәрібір де бір сын көзбен, бәрібір де осының мінезі қандай екен, осы өз-өзін қалай ұстайды екен деген сияқты нәрселермен іздеп отырады да, ол нәрсе бәрінің басында бар да. Нұрайға да мен айтқым келеді, сенің сол осы жерде Жәнібек сені қанша қорғаған кезде, сен оны жерден алып жерге салғаныңды ол ата-анасы көрді да, өзінің баласында да ондай мінезді қыздар негізі қаламайды. Кішкене бөлі менің балама кішкене иілетін қыз келсе екен деген сияқты бір сондай жағынан бір жақсы жағынан айтты деп ойлаймын да. Ал екінші жағынан мынандай тура мына ситуация негізі бізде Қосылайық жобасында болғанда Балауса ханым Арина мен Тимурдың ситуациясын көріп отырмын мен қазір. Ата-анасымен біз құдағи болғымыз келеді деген нәрселерді де солай осындай кәдімгі үлкен тақырып болды ғой осы жерде. Бірақ та түбінде олар бәрін жеңді. Ата-анасы Аринаны өз қызындай қабылдады деген сияқты. Бір жағынан жақсы жағынан да көрсетті Арина, өзінің мінезімен де бір жағынан да көрсетті да. Бірақ та Нұрай, былайда сенің негізі Жәнібектің ата-анасына жағу жағынан да өзіңді сәл-пәл андай қызсың ба, қыз мінезіңді кішкене кішірейтіп, еркек адамыңды сен далада отырған жоқсың да, сен просто тікелей эфирде отқаннан кейін бұл жерде Жәнібектің ата-анасынан басқа да туысқандар көреді ғой, сол жағына да кішкене жағынуың керек сияқты деп ойлаймын. Бұл ата-ана тақырыбын қорғауға негізі саған әлі ерте, біле білсең. Өткенде сендер де уже екінші рет қана ортаға шығып жатсың, екі рет қана кездестіңдер, Нұрай, біле білсеңші негізі. Бір жағынан жаңа Айдан әңгімесіне қосылғың келіп тұр, сенің алдындағы бір көрсеткен мінезіңнен кейін сондай бір мынандай ит мінезді қыз біз келін көре алмаймыз деп кішкене ата-ананы сылтауратып, сондай жағынан айтқан сияқты. Әйтпесе ата-ана жағы сен өзің де бір жағынан соны күтіп тұрған сияқтысың да, осы себеппен тоқтатсам қалай болар екен деп. Өйткені алдында болмады ғой сен тоқтатуың. Енді осы себептермен өзің тоқтатқың келіп тұр. Жауап бере салайыншы. Жауап беріңіз. Негізі дұрыс, пікірлеріңіз өте дұрыс қой, орынды айтып жатсыздар. Нұрайдың енді бір жағынан олай да сұрағанда дұрыс шығар, енді ол да алаңдайды ғой шынымен де. Мына жерде шынайы эмоция да болып қалды. Күтпедік та, мен де ондай нәрсе күтпедім шыны керек. Екеуміз ұрыспай, енді ұрыспағанымыз мына жаққа келіп, тура осы эфирде айттым, өзім де жанып кеттім да. Мен де өзімді ұстай алмадым. Сондықтан пендешілікпен көру болатын шығар, енді орынды деп ойладым. Мен сол жерде сұрағаны орынды деп ойладым. Бірден бір қыз баласы сөйтіп сұрайды ғой негізі. Сондықтан мен соны жылы жаба салдым сол жерде. Алдыңғы агрессияларын эмоцияларын андай просто защитный реакция деп қабылдау керек сияқты. Өткен андай ғой, енді адамның бір құбыласы жоқ болса, уже былай айтқан кезде ол нәрсені принимать етудің өзі өте қиын ғой. Қолдау күтеді, әр адамнан жылулық күтеді да бұл қыз. Енді сондай ғой, біз бұл қызды табалаған сайын бұл қыз өшіп қалады да. Енді мен ойлаймын, барынша бір поддержка беру керек сияқты, барынша бір қолдағанымыз дұрыс сияқты. Және де Нұрай, саған айтқым келеді, сені осы қалпыңда қабылдайтын жігіт әлі кездеседі. Сені бүйтіп ата-анаң туралы тиіспейтіндей, сені керісінше бүкіл жақтан қорғайтын адам. Нұрайдың бүткіл ойының бәрі сол нәрседе, маған мынау бүйтіп кетсек не істеймін, мынау маған сөйтіп кетсе не істеймін деген сияқты ойды қатты өзіне травма қабылдап алғанда үйтуге болмайды деп ойлаймын. Өмір ары қарай жалғаса береді. Сенің әр атқан таңың әр нәрсемен жаңадан бастала береді. Сен ол нәрсенің бәрін ойыңнан шығарып таста. Бұл кісіні көріп жатыр. Әр эфир саған заботасын да көрсетіп жатыр, кездесіп те жатыр, мына жақта подаркасын алып келіп жатыр. Сен бұны көріп отырсаң, бұл наоборот сені қорғап жатыр. Саған сенің артында тірегің болатын нағыз еркек осы Жәнібек. Келер кезде сіз енді білдіңіз да, историясын бәрі. Мен жаңа Мариямның пікіріне қосылып кеткім келіп отыр. Енді қазір мына жерде қыз не туда не сюда болып отыр да, кәдімгідей көңіліне тиіп отыр. Қазір сізге бауыр басып қалып жатқан кезде сіздер осындай теманы қозғап жатсыз да. Жалпы мен айта кететінім, сіз енді ата-анаңыздан рұқсат сұрап келдіңіз ба? Сол кезде негізі ескертіп деген сияқты. Міне мен осындай қызға келе жатырмын, историясы осындай деген сияқты нәрсені. Жоқ, мен айттым ғой, мен ешкімге ескертпей келдім. Мен өзім, біз сөйлестік үйдегілермен. Ол кісілер, бұл тақырып міндетті түрде қозғалады негізі. Кез келген ата-ана сұрайды ол нәрсені. Сол кезде сұрады, мен түсіндірдім, мен айттым, мен бәріне дайынмын. Бұл қызды, Нұрайды мен ұнатып келдім. Ұнатқаннан кейін барынша қолымнан келгенше жақсы болуға, арамыз жақсы болып кетуге тырысамын дедім. Ары қарай енді уақыт еншісінде ғой, уақыт көрсетеді.
ындырған жоқпын қыздың деп айтып жатыр да, бірақтан да сіз айтыпсыз, менің ата-анам құда болатын жақ негізі дұрыс көреді деген секілді да. Сіз білмеймін, сіздің сіздер бөлек тұлғасыздар да, сондықтан да осындай уже сіздің элементарно мысалы прикол ұстағаныңыздың өзі ол қызға қалай қорқыныш сыйлады да, мысалы бұл жігіттің ойында не тұр екен деген сияқты нәрселер сыйлады да, сіз сол нәрсені біліп тұрып, сіз уже просто так ескерткеніңіздің өзін қыз қалай қабылдады. Бұл нәрсе деген Нұрай үшін өте бір ауыр тақырыптардың бірі. Может сіз ұнарсыз, ұнамассыз да, бірақтан да қай адамның тарапынан естісе де Нұрайға ол больно тиетін тақырыптардың. Дәл аренада отырған кезде біраз жасын төккен тақырыптардың бірі осы болған. Кімде болсын бізге айту оңай, шынымен де айту оңай. Бірақтан да қыз қазір қандай состояниеде отырғанын, осы әңгімені тыңдаған кезде қалай қабылдағанын біз енді білмейміз. Енді айтып жатыр ғой жалпы Нұрай енді не туда, не сюда болып жатыр, анау болып жатыр, типа тиіп жатыр деген сияқты. Бірақ мен ол вообще ондай нәрсені көріп тұрған жоқпын Нұрайдың тарапынан негізінде. Қандай көрініс көрініп отыр? Нұрай просто ана жігітті ұнатқан жоқ болды. Мен эфирде болмай қалдым, сол менің атым аталып бітіпті сол эфир осы екеулердің араларында да. И конечно любой ата-ана сондай дүние мысалы енді көріп жатыр ғой бәрі. Енді олайынан қабылдамаса да көбісі солай түсінді, мен де солай түсіндім. Екі жастың ортасын бұзды. Бір, екіншіден кезде үміткер келе салысымен болды, Әлішерге сезім жоқ, ешқандай не жоқ. Онымен типа жаба салды. Алдында да эфирде көріп қалдым, жерден алып жерге салды да, жігіт танимын мен негізі. Бұл мен танимын, танымаймын білмеймін, бір-екі тойда көрісіп қаламыз. Өте жақсы жігіт шынымен де. И просто мен осы жігітті ойлап отырмын да шынымен де. Сөзіңмен мен түсінбедім, сонда не істеу керек? Нұрай өзіне больно тиіп отырған тағы да жылау керек па? Сосын мен сенің бір Нұрайға қарай сөйлеп отырғандығыңды түсінбедім, сонда алдында сезімім бар деп айтты, енді жоқ деп қалыпты үміткер келгеннен кейін деп бір кішкене неге сөзінен тайып кетті, маған деген сезімі деп сондай қылып айтып отырсың ба? Жоқ, енді сен солай түсініп отқан шығарсың бәлкім. Ұрсу неден басталды? Осы темадан басталды, дұрыс па? Біз сол осы темадан басталып, арты міне осылай болып отыр негізінде. Мен ғана солай түсіндім, мен осы уақытқа дейін Нұрайдың тарапынан бір әңгіме айтылған жоқ. Бірақ пікірің кішкене ер азаматсың дегенге тыға беремеңдерші бірдеңе. Кекшілдіктің отырмын балауса мен соны айтып отырмын. Өйткені просто алдында екі рет ортаға шыққан кезде мен екі рет болмай қалдым енді ортаға. Сол моментте просто айтатын әңгімемді. Енді любой адам білмеймін енді, мен просто сол кезде эфир көрген кезде мен шошып қалдым, Нұрай шынымен осындай ма негізінде деп. Қалай көрдік қой мына жігітті қалайынан тапалаған үшін мысалы, одан кейін ол нәрсе ешқандай туысына да басқасына да ұнамайды ол нәрсе. Андай айтты, мен оны андай ақ түсіндім, сезім қылып түсіндім деп айтып жатыр ғой, енді екеумізді айырды деп. Ол нәрсе сонда мен айырғандай өтірік болды ма ол нәрсе? Менің айтқан нәрселерім. Мәселе егер өтірік мен емес. нақты айыратын болсам, мен егер нақты айырған мен болатын болсам, сол нәрселер ана жерде өтірік болды ма? Мен жоқ, енді қара, мен бір сөзіңді сенің сол кезде жаттап алдым да, если мен типа сендерді қалай қостым, мен сендерді солай айыра аламын деді ғой. Басында сол әңгімені айтып барып, бұл маған типа сезім мойымдағандай болды, типа. И сол темамен кетті ғой былайынан келген кезде, арты солай болды, сен білмейсің, одан кейін біз қалай Аягөз екеуміз арамызда ұрыс болған осы нәрсе үшін мысалы да. Түсінетінен егер мына жерде айта салайыншы, мен егер түсінетінен мына жерде ол нәрсенің бәрі өтірік болып шығып, егер мен өтірік нәрселерді айтып бұлар ұрысып қалса, мен түсінетіненім. Ол жерде Әлішердің өзі де сол нәрсені мойындаған жоқ па? Не үшін сен өзің поступкаларыңды мені құртқан сияқты қылып мына жерде көрсетіп тұрсың? Барлық нәрсеге дедіңіз ба, сондай нәрсе, по факту сондай нәрсе айттыңыз ба? Сол нәрсеге өзіңіз дальше жауап беріңіз. Мен сендерді қалай қостым, мен сендерді солай айыралам деген сөз айтылмаса, базар жоқ, мен саған айтатын едім, жарайды. Білемін мен сені. Себебі ортақ таныстарымыз көп, аға бауырларымыз бар. Негізде екі эфирді сен жолықтыра алмай қалдың. Негізі өзіне де бір жолғайыншы деген байсыз эфирді жолықтырамадың. Бірақ енді Әлішер, мен араларыңызда болмай қалды деп естідім енді. Бірақ болмай қалғаннан Нұрай кінәлі деп ойламаймын мен. Немесе сен повод бердің оған. Ол нәрсеге басында білуің керек еді ол дүниені. Қайта повод жасамай, не мына жақтың нақтысын айту керек, не бар, не жоқ. Түсінбеген, Нұрайдан да сұрадым, Нұрай жай ғана қоя салды да бұны, жай ғанасы бір